Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді қазан самса жасаймыз. Кәдімгі тандыр самсадан ешқандай айырмашылығы жоқ. Өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына шейін бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен қамырына жұмыртқа, тұз, 1 чайный ложка уксус, салқын су, сұйық май жақсылап араластырып алыңыздар. Ұнымызды салып, орташа қаттылықта қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болмау керек. Сәл қаттылау болу керек. 30 минутқа қойып қоямыз тындыруға. 30 минуттан кейін қамырды екіге бөліп алдым. Тағы да домалақтап 10 минутқа қойып қоямын. Қамыр өз-өзіне келу керек. Салмасына пиязға тұз, қара бұрыш жақсылап араластырып аласыздар. Туралған ет, кішкене құйрық май қостым. Саламыз барлығын. Зыра дәміне қарай. Кішкене сұйық май құйдым. Жақсылап араластырып, салмамызды дайындап аламыз. Маргаринді газде ертіп аламыз. Қамырды жаямыз. Жұқалап жая беріңіздер. Сонда қамырларыңыз әдемі болып піскенде слой-слой болып шығады. Жайып алғаннан кейін ертілген маргаринді үстіне жағып шығамыз. Барлық жеріне тиесін. Жақсылап жаға беріңіздер. Екінші жайылған қамырымызды үстіне қойып, оғанда маргаринімізді жағамыз. Арасында ауалары қалып кетпесін, байқаңыздар. Тығыздап ораймыз. Ауа қалып кеткен жерлерін осылай мен сияқты кішкене тесіп ауаларын шығарып жіберіңіздер. Тығыздап орап, холодильникке кемі 1 сағат қойып қоямыз. Май сіңу керек қамырға. 1 сағаттан кейін осылай кесіп аласыздар. Бірдей қылып. Осындай слой-слой болып шығады. Үстінен осылай басып шығамыз. Кішкене ұн себіп отырып, қамырларымызды біртіндеп жаямыз. Ортасы қалыңдау, жан-жағы жұқалау болсын. Соған кішкене мән беріңіздер. 1 ас қасық толтырып салмамызды саламыз. Капля самса қылып түйіп шығамыз. Түйілу өте оңай. Барлығын осылай түйіп алғаннан кейін жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Ағын кішкене вилкамен осылай көпіртіп аламыз. Сарысына кішкене сүт қосып, жақсылап араластырып, жұмыртқаның бетіне жағып шығамыз. Қазан міндетті түрде 20 минут алдын қызып тұру керек. Қатты отта 20 минут бойы қыздырамыз қазанды. Кішкене сәндігіне күнжірт септім. Жұмыртқаның ағына кішкене самсамызды батыра отырып, осылай жабыстырып шығамыз. 20 минут бойы қыздыруымыз керек, ол міндетті. Қатты қызбаған қазанда самса осылай жабыспайтын болады. Сол қатты отта 20 минут бойы қыздырып алып, осылай самсаларымызды біртіндеп жабыстырып шығамыз. Асты қатты күйіп кеткенін қаламасаңыздар, осылай тұз сүйіп шығыңыздар. Жай отта 50 минут бойы пісіріп аламыз. Ар 10 минут сайын ашып, ауасын шығарып отырыңыздар. Ол міндетті. Мен 10 минут сайын осылай ашып отырдым, ауасы шықсын деп. Самсаларымыз көтеріліп, жұмсақ болып, күтірлік болып піседі. Қып-қызыл болып, өте дәмді болып шығады самсаларымыз. Пышақпен кішкене түртіп отырып аласыздар. Алыну өте оңай. Осылай алып шықтым. Қарасаңыздар, астыда барлық жері піскен. Уайымдамаңыздар. Көпсінің сұрағы сол. Қазан самса піспей қалмай ма еді деп жоқ. Өте дәмді, тура тандыр самсаның самсасындай болып піседі. Өте дәмді самсамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап, жанұяларыңызды қуантыңыздар. Рецептін аватса үліпіл басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын!